Саламатсыздар құрметті оқушылар, яғни бұл жерде бүгінгі тақырып бізде тыныс алу аппараты. Бұл жерде тыныс алу аппаратының сыртқы бөліктеріне кіретін, міне өздерің көріп отқандай мұрын арқылы ауа жұтып, одан кейін ішкі кеңсірік арқылы, одан іштегі шеміршектер, ауыз қуысы, одан кейін мына жерде бізде жұтқын жаққа дейін сыртқы бөлік. Яғни бұл сыртқы бізге сыртқы көрінісі, яғни сыртқа көрінетін органдардың бірі. Одан кейін бізде ішкі органдарға қарай ауа тасымалдайтын, яғни өңеш жолдары бар. Өңеш жолдары арқылы өкпеге түседі. Өкпеден ауаны қабылдайтын болады. Яғни бұл бізге тыныс алу жолдарының бұл жерде ауруларын осы мұрыннан аққан өздерің көріп тұрсыңдар. Бұл жылқы, яғни ыстық суығы бар деген, яғни салқын, бойында салқындығы бар жылқы. Біз жаңа осы алып келіп малдың егесімен сол жерде анамнез алған кезде осы жалпы клиникалық белгілері осы ыстық суық, яғни денесінде салқындығы бар екенін біліп, осы кезде қазір салқындыққа укол салатын боламыз. Одан кейінгі өкпеге, жалпы өкпенің тыныс ауруларын жалпы перкуссиялық балғашықпен өкпе қолдың қабырғаға салып, осылай мына жерге қолды қойып, перкуссиялық балғашықпен немесе өзінің құралымен ұрып, өкпенің дыбысын естіп, қандай дені сау мал, өкпесінде яғни салқындығы бар, болмаса өкпесі ауыратын малдар осылай біле алатын боламыз. Жалпы